Внимание, внимание! Осталось 3 минуты. 4, 3, 2, 1, 0. Жылы тамызда КСРО министрлер кеңесінің шешімімен шартты түрде номер 2 оқу полигоны деп аталған атом полигонын құру туралы қаулы қабылданды. Полигон құрылысы үшін Семейден батысқа қарай 140 шақырым жерде, жан-жағы шағын таулармен қоршалған және халық көп шоғырландырылған жерден алшақ территория таңдалып алынды. Бұл аймақ темір жол, әуе және Ертіс өзені арқылы өтетін су көлігі қатынасының болуы және оңтүстік Оралдағы атом өнеркәсібі жақындығымен қолайлы еді. Полигонды басқару жұмысы Курчатовқа жүктелді. Мемлекет тарапынан жобаны КСРО ішкі істер министрі Берия басқарды. Полигондағы сынақ трагедиясы 40 жылға созылды. Сынақ аймағында 1949-1989 жылдар аралығында 456 әртүрлі ядролық жарылыстар жасалса, соның ішінде әуе мен жер астында 116 сынақ жасалды. Семей ядролық полигонында ауада және жер бетінде сыналған ядролық зарядтардың қосындысы қуаты Хиросимаға тасталған бомбадан 2,5 есе асып түсті. 1949 жылы 29 тамызда таңертеңгі сағат 6:30-да Абай және Абыралы аудандарында халыққа алдын ала ескертілместен қуаттылығы 22 килотонна болатын бірінші жарылыс жасалды. Елімізге қаншама қайғы қасірет әкелген полигон елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 1991 жылдың күзінде жабылды. Осылайша 459 ядролық жарылыс өткен бұл полигон енді мәңгіге тыншыды. Туған елінің тыныштығын, адамзаттың қауіпсіздігін ту еткен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ақш, Ресей, Франция елдерінің басшылығымен ұзақта күрделі келіссөздер жүргізіп, ядролық қаруды Қазақстаннан аластауға 1994 жылы келісті. Ядролық державалар Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне және бүгінгі шекараларының өзгермейтіндігіне кепілдік берді. Қазақстанның тәуелсіздігіне, территориялық біртұтастығына қарсы күш қолданбауға міндеттенді. Қазақстанда экономикалық қысым көрсетуге бармайтынын мәлімдеді. Ядролық державалар Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне және бүгінгі шекараларының өзгермейтініне кепілдік берді. Қазақстанның тәуелсіздігіне, территориялық біртұтастығына қарсы күш қолданбауға міндеттенді. Қазақстанға экономикалық қысым көрсетуге бармайтынын мәлімдеді. 1995 жылы соңғы ядролық қару қазақ елінен әкетілді. Ядролық сынақ полигондарындағы жарылыстар осыдан 30 жыл бұрын тоқтатылса да, жер анамыздан оның жаңғырығы әлі күңіреніп естіліп тұрғандай көрінеді. Киелі қазақ жері тек бейбіт мақсатқа, өркендеу жолында пайдаланылсын деп айтқымыз келеді. Мінекей қолы. Мынандай қолы, ол жазылмайды қолдардың бәрін. Армиядан келдім. Былтыр армиядан келдім. Армиядан келген оқуға түсем. Оқуға түсем деп ауданға бар. Ауданға бүкіл документін бәрін толтырып алып келдім. Союз еще жив, вот так скажем.
Кеңес одағы толығымен тарай қоймаған кез. Ал Қазақстан президенті Кеңес одағы үшін өте маңызды күш қуаты әлі де жоғары деңгейдегі әскери өндіріс кешенде жабу туралы құжатқа қол қойды. Ешкімге жалтақтамай өз бетімен. Шындығына келгенде тәуелсіздіктің нышаны міне дәл осы әрекеттен көрініс тапты. Бұл ешкімге